Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баклажан және кабачкиден жасалатын рулеттердің екі түрінің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен бізге керегі бір баклажан және де бір кабачки. Оларды біз жақсылап жуып аламыз және де кабачкидің сыртын ашып, баклажанның сыртын ашымаймыз, оның бас жағы мен ең соңғы жағын алып тастаймыз. Келесі баклажан мен кабачкиді терканың осындай насадкасынан өткіземіз. Достар, егер осындай терканың насадкасы болмаса, пышақпен де жұқалап кесіп алуға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кабачкиді осылай кесіп алдық, барлығының размері біркелкі болып шықты. Келесі баклажанды да дәл солай теркадан өткізіп аламыз. Келесі рулеттердің бірінші нұсқасын көрсетемін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және үстіне аздап тұз себеміз де оны жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Келесі туралған кабачки мен баклажанды жүгері крахмалына екі бетін аунатып аламыз. Одан кейін жаңағы дайындап қойған жұмыртқаға толығымен малып аламыз. Содан кейін үшінші этап панировочный сухариге екі жағын аунатамыз. Достар, барлығын видеодағыдай жасасаңыздар, барлығы дұрыс әрі керемет болып шығады. Міне достар, кабачки мен баклажан осылай дайын болды. Енді біз духовкада 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Енді рулеттің екінші нұсқасын көрсетемін. Ол үшін бізге жаңағы туралған баклажан мен кабачкиді осылай жұмыртқаға толығымен малып аламыз және де жүгері крахмалына екі жағын аунатып аламыз. Егер кабачки мен жаңағы баклажанда жүгері крахмалы көп болып кетсе, кішкене оны сілкіп жібереміз. Енді ысып тұрған табадағы майымызға жаңағы кабачки мен баклажанды қуырып аламыз. Кабачки мен баклажанды қызартпай, сары болып піскен кезде екінші жағын аударамыз. Енді піскен кабачки мен баклажанды осылай бір тарелкаға астына қағаз сүлгісін салып, осылай үстіне қоямыз. Енді рулеттің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 5-6 дана чеснок, оны осылай теркадан өткіземіз және де үстіне 100 граммдай майонезді саламыз. Содан кейін жақсылап араластыру керек. Келесі бізге бір қызанақ және де бір қияр керек. Оларды біз видеодағыдай ұзынша қылып кесіп аламыз. Келесі бізге керегі бір осындай пучок таза жуылған салатный лист, оның ең соңғы жағын
керек емес жерін алып тастаймыз. Басқа жағын осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Енді майда піскен кабачкиді алып, оның ішіне жаңағы майонезді жағамыз. Содан кейін салатный листі екі шетінен шығарып, ортасына қияр мен қызанақты сала отырып ораймыз. Осылай әрбір кабачки мен баклажанды видеодағыдай етіп орап шығамыз. Келесі духовкада піскен баклажанды және де кабачкиді бір тарелкаға салып аламыз. Духовкада піскен баклажан мен кабачкиді де ең алдымен жаңағы майонезді ішкі жағына жағып, одан кейін салатный лист, қияр және қызанақты салып, дөңгелете ораймыз. Достар, біздің екі түрлі рулетіміз дайын. Енді әсемдігі үшін бальзамический уксусты әдемілеп видеодағыдай етіп құйып шығамыз және оның үстіне аздап күнжітті себеміз. Достар, бұл рулетті сіздерге дайындауға кеңес беремін. Дәмі өте керемет. Қонақ шақырсаңыздар, осы рулетті міндетті түрде жасаңыздар. Достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің осы видеоларыммен таныстарыңызға, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен басқа да рецепттермен бөлісетін боламын.